Ақтөбеде колледж басшысы пара алды деген күдікпен ұсталды. Бейресми мәліметтерде колледж директорының студенттердің сессиясын жабу үшін ақша алғаны айтылады. Ал Ақтөбе облыстық білім басқармасы колледж директорының ұсталғаны туралы ақпаратты растап отыр. Иә, хабарымыз бар, біліп отырмыз. Бұл жеке білім беру ұйымы. Бұрын Тынышпаев атындағы колледж институт филиалы болды. Қазір ол жерде гуманитарлық техникалық колледж жұмыс істейді. 720 студент бар, оның ішінде 245 студент мемлекеттік тапсырыспен білім алады. Жағдайға қатысты жеке колледж басшысына қатысты тәртіптік не босату секілді шара қолдану біздің қолымызда емес. Ол оқу орнының құрылтайшысы бар. Сол жұмыс беруші тараптан шешім қабылданады, деді Ақтөбе облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Нұргүл Бертулаева. Ақтөбе гуманитарлық техникалық колледжінің ресми парақшасына сүйенсек, 19 маусым күні директор жанындағы кезекті отырыс өткен. Оқу орнының директоры 20 маусымда ұсталған болуы мүмкін деген ақпарат бар. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.